Адамдар мешітте сүннет амалмен таласады. Біреуге айтасыз ғой, әмин дегенді дауыстамай ішіңнен айтшы, ол сүннет қой. Іштен айтсаң да сүннет, сырттан айтсаң да сүннет десең, сүннетке таласады. Бірақ ата-анаға дауыс көтерме деп таласпайды. Ата-анаңның жанында мысық бол деп айтпайды. Мысықтай бол, дауысыңды үндемей жүр деп айтпайды. Көп келеді. Молдеке дейді, бір ата-аналар келеді. Менің балам дейді, намаз оқымай тұрғанын жақсы еді. Намазға келіп жаман болды дейді. Таң қаласыз. Қалай бұл? Қалай ол? Бұл дұрыс емес шығар деп. Білесіздер ма? Құран-ы Кәрімде Алла Тағаланың аяты бар. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында да намаз Алланың қайтарған мүнкар істеріменен, ұятсыз істерінен тоқтатады дейді сізбен бізді. Абдулла ибн Масуд деген сахаба осы хадисті, осы Құранның аятын былай деп түсіндіретін дейді. Намаз егер мұсылман адамды сауап амалға жетелеп, күнәдан қайтармаса, Алланың тыйғанынан тыйдырмаса, онда оның оқыған намазы оны дозаққа қарай сүйреп бара жатқан нәрсе болады дейді. Жәннатқа емес, жоқ. Оны дозаққа қарай сүйреп бара жатады дейді. Қанша намазхандар бар. Жастықтың буыменен, жастықтың надандық ақымақтығы менен ата-ананың құрметін өзінің орнына қоймайды. Оның маңызын білмейді. Шариғатымызда қандай болады? Біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям қалай келді бұл шариғатта? Ата-ананың құрметі исламда қандай деген нәрсе болмайды. Сіздің біздің білім оқуымыз фарз. Фарз айны бар, фарз кифаясы бар, ішінде нәпілі бар. Бірақ ата-ананың құрметі ешқашан нәпіл болмайды. Ата-анаға деген құрмет фарз айын болады. Ол ата-ана кәпір болса да, өзге діннің адамы болса да, пайғамбарлардың сипаттарын қараңызшы Құран-ы Кәрімде. Алла Тағала Яхия деген пайғамбар туралы айтады. Ол ата-анасына мейірімді еді дейді. Алла Тағала Иса туралы айтады. Ол өзінің анасына қамқоршы еді дейді. Ибрахим алейхиссаламды қараңыз. Әкесі. Енді тарихшыларымыз, ғалымдарымыз таласады. Ол әкесі Азар шын әкесі болған, немесе ағасы болған деп таласады. Өйткені Ибрахимнің өзінің әкесі ертеректе қайтыс болып, өзінің ағасы, немере ағасы, яғни әкесінің інісінің қолында қалады. Соны әке деп өседі. Бірақ қай қалде де әке. Сол әкесіне ол кісі бұтқа табынады. Ол кісі бұтқа табынып Құдайға серік қосатын соншалықты Құдайдан безген адам. Соның өзінде оған насихат қылғанда ең көркем сөздермен насихат қылатын. Ал оған Азар жауап қайтарып, сен не болды? Менің табынған Құдайыма сен сыйынбай теріс қарадың ба? Онда сен кетесің менің алдымнан. Мен сені тасбаран қылып айдаймын деген кезінде Ибрахим оған қарсы сөз сөйлеген жоқ. Сіз де аман болыңыз деп айтты. Қарасаңыз. Яғни атасы кет деп тұрса да, сіз де аман болыңыз деп тұрады. Бұл пайғамбарлардың тәлімі. Бұл сізбен бізге болатын өнеге бауырлар. Ата-ана сізбен бізге қанша дауыс көтеріп, қанша дұрыс емес істі көрсетіп ұрса да, әділетсіздігін мүмкін қателесіп тұр. Сіз сол жерде дұрыссыз, бірақ ата-анаңыз ол жерді дұрыс емес санап тұрса да, сіз өзіңізді төмен ұстауыңыз керек.
сіз сол жерде бәрібір өзіңізді басуыңыз керек болған. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.